Абу Бакр Сиддикка пайгамбар алейхиссалату вассалам үйрөтүп атат. Алладан сура дейт. Я Рабби, саған сыйынамын, нәпсімнің жамандығынан сыйынамын. Ва шарри шайтан ва ширкаху. Шайтанның жамандығынан да, оның да зиянынан, және оның серік қостыруынан сыйынамын. Шайтан барынша бізді Аллаға серік қосуға итермелейді. Бүкіл күнәлар түк болмай қалады Аллаға серік қосудың алдында. Басқа не бір сауапты істер сізге көрсетуі мүмкін, Аллаға серік қоссаң болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мен үмметімді үлкен ширкке кетіп қалады деп қорықпаймын, кішігірім ширктен құтыламай қалама деп қорқам дейді. Ол не десе рия дейді. Бұл да шайтанның тұзағы. Сізді сауапты істер істетуі мүмкін. Ой, күшті, мешіт салып жатыр, медресе, көпір, құдық, университет салып жатыр, о, күшті. Мақтан, айт адамдарға. Рия. Алла үшін емес, біреу үшін. Біздің назарымызда үлкен сауапты іс. Бірақ Аллах Тағала айтады, бар, содан ал. Сен айтсын дедің ғой, айтты, мақтады. Бар, солардан ал дейді. Сол үшін де шайтанның ширкке жетелеуінен сыйынуымыз керек. Естеріңізде болса, алдыңғы дәрістеріміздің бірінде айтқан едім. Құран-ы Кәрімде Алла Субханаху ва Тағала шайтанның азғыруы жөнінде айтады. Қысқаша 2-3 аят. Бірақ болған оқиғаны тәпсірден оқимыз. Ертеде болған, біздің үмметтің алдында болған оқиғалардан бірі. Пайғамбар алейхиссалату вассалам бізге баяндайды. Бір кісі өте ғибадатшыл, құлшылықта жақсы көрініп жүрген адам. Сапарға шығып баратқан жігіттер қарындасын аманат етіп тастап кетеді. Келіп кетіп жүреді. Бірте-бірте жеке қалған кезде шайтан аралайды. Көз түседі. Көз түскен соң сөз түседі. Ары қарай тірлік бітеді. Тірлік біткеннен кейін не істейді? Ұялады. Ой, бұл енді ел жұртқа не деп қараймын? Мынау екі қабат. Ертең туса, ұятқа қалатын болдым ау деп. Сонымен шайтан азғырып өлтіріп көміп тастайды. Алар сапардан оралады, қайда білмеймін, жоқ. Келіп кетіп жүреді. Шайтан қоя ма, олардың түсіне кіреді. Түсіне кіріп, болған жайтты айтады. Алар бір-біріне қарайды, шынымен бе екен? Барып көрсеткен жерді ашып қарап көрсе, көміліп тастаған. Әлгіні дарғасамыз дейді. Шайтан келеді. Осынша нәрсе мен саған істеттім, аналардың түсіне де кірдім. Бұл жолдан да шығатын жол тауып берем саған. Маған құл бол, яғни Аллаға күпірлік ет дейді. Қараңыз. Кішігірім күнәдан алып келіп, қай жерге апарды шайтан. Бұл жолдан да құтқарам сені. Анау абыройдың құлы деген нәрсе жаман нәрсе ағайын. Абыройдың құлы болмауымыз керек, Алланың құлы болуымыз керек. Уақытылай тоқтай білу керек адам. Айыбыңды мойында тоқта. Мойындамадың ба, тағы бір айып жасайсың, оны жабам деп тағы бір күнә жасайсың, тағы өтірік айтасың. Сөйтіп анау үлкейіп кетеді. Қайту қиын болып қалады өзі. Әлгі күпірлік етеді. Сол кезде шайтан қашады. Анау күпірлік еткен кезде дейді Құранда Аллах Тағала. Шайтан мен сенен аулақпын деп айтты дейді. Мен Алладан қорқам деп айтты дейді. Оның айласы сол. Сізді апарып құзға итер жібере салады, болды. Ол сізге ешқашан дос емес, жар емес ол. Серік қосуға дейін апарады.